Ассалаумағалейкум патша көңілді көрермен. Бүгінгі өсек емес бағдарламасының қонағы бірнеше мәрте журналистер одағының лауреаты, Қазақстан Республикасының құрметті журналисі Серік Жанболат. Ассалаумағалейкум, қош келіпсіз. Рахмет. Қазақ телевизиясына 60 жыл биыл. Бұл жалпы ұлттық арнаның ғана емес, бүкіл қазақ телевизиясының 60 жылдығы. Осы 60 жылдықтың өткізілудегі басты мәселесі неде? Дұрыс айтып отырсыз негізі. Шынында да бұл қазақ телевизия саласының 60 жылдығы. Неге десеңіз, ол кездері елімізде бірақ телеарна болды да, бүгінгі қанша телеарналардың бәрі содан енші алып бөліп шыққан арналар, не болмаса сонда өсіп тәрбиеленген жігіттер мен қыздар. Сондықтан олардың бәрі сол бір қазақ телевизиясында болған дәстүрді алып шықты. Ал енді оның 60 жылдығы бізге не береді дейтін болсақ, жалпы өзім ойым. Жалпы бүкіл әлемдегі телевизияның саласының содан алыс кете қойған жоқ негіз. Осы 60 жылдықтан. Неге десеңіз, қараңыз, бүгінгі әлемдегі телевидение саласы неге айналды? Бүгін әлемдегі телевидение бұл бизнес, телевидение бұл жарнама, телевидение бұл имидж, телевидение бұл кино, бұл театр, бәрі бар. Бір телевидение ішінде. Олай болатын болса, 60 жылдық дегеніміз, қазақ телевизиясының 60 жылдығы дегеніміз, сондай үлкен дүниенің кеше ғана пайда болғандығының белгісі. Бірақ соның қандай үлкен дүниеге айналғанын көрсетудің бір амалы. Екіншіден, біз 80 жылдардың соңында келдік пе, телевидение саласына. Сол кездері қазақ телевизиясында өзіндік дәстүр, салты бар, мектебі бар дүние. Сол дәстүрлі мектеп қазір бұзылып кетті. Телевидение саласы қазір қызық. Әл арнаға барсаң, әртүрлі адамдар жұмыс істейді, бұрынғы дәстүр бұзылған. Телевидениенің қазіргі қарапайым ғана дүниелерін сақтамайтын бір нәрсеге айналды. Ендігі 60 жылдық бұл телевидение саласы дегеніміздің өзі үлкен дәстүрі бар, мектебі бар дүние екенін мамандардың есіне салу деп ойлаймыз. Сол дәстүрлі мектепке қайтадан оралтудың бір амалы шығар. Сіз көп жылдар бойы осы телевизия саласында жұмыс істедіңіз. Бір сөзіңіз бар, ешқашан біреудің дайын нәрсесімен шықпаппын деген. Ал қазіргі дайын асқа тік қасық болып жүрген туралы? Мен оларды көп біле бермеймін. Біреулердің жазып берген дайын, біреулердің жазып берген дайын мәтіндерін оқып, сол арқылы шығып жүргендерді мен өз басым шынымды айтайын түсінбеймін. Қабылдай да алмаймын. Мына көрермен деген халық бар. Бұлар экран арқылы, экран дегеніміз бұл таразы. Бұл перде, бұл сүзгі. Эфирге шығып отырған адамның көзі өз сөзін айтып отыр ма, әлде басқаның сөзін айтып отыр ма, көрсетіп отырады. Өз сөзін айтпаған адам эфирде адам сендіре алмайды басқа. Көрермен сендіре алмайды ол. Сондықтан дайын асқа тік қасықтарды мен өз басым түсінбейді екем, және де қабылдай да алмаймын. Және де оны дұрыс деп есептемеймін. Сізді көп жұрт қазір аптаптан таниды. Реквизиттерді көп пайдаланасыз. Сондағы негізгі ой халық тарту ма? Мысалы, құстың ұясын алып кеп қоясыз, көмірмен шелек тасып жүресіз деген сияқты. Жоқ, ол мынандай мәселе. Телевидение деген қызық сала ғой. Жалпы, мына реквизиттерді, бір заттарды студияға алып кеп көрсету деген, бұл жаңалық емес. Мынау біз телевидениеге келген кезде 80 жылдары сондай дүниелер болған. Бізге дейін де болған шығар. Бізден кейін де болды. Мен оны 7 күнде де пайдаланып көргем. Бұл айтайын деп отырған ойды жеткізудің ең ыңғайлы формасы. Ыңғайлы әдісі тәсілі. Не болса кейбір нәрселерді мыжып ұзақ түсіндіруге тура келеді. Эфир деген бұл ағып тұрған су сияқты нәрсе ғой. Ал ол жерде бір нәрселерді ұзақ түсіндіргеннен гөрі жаңағы реквизит арқылы көрсетіп, бір заттар арқылы көрсетіп,
сол арқылы образ жасап, бейне жасап, салыстыру, теңеу жасайтын болсаң, неғұрлым көрерменге түсінуге жеңіл болады. Ол сондай нәрсе. Сондай ұтымды бір әдіс қана. Оның үстіне ол айтатын ойыңды жеңілдетеді. Жеңіл, ыңғайлы сөйлемдер құрайсың, түсінік бересің. Соған ыңғайлы дүние. Бізге дейін болды дедіңіз, енді отандық бағдарламалардың көбісін қарасақ, шындық қой, шетелден кірген көбісі. Ал енді қазақ телевизиясындағы мамандардың ойлау жүйесі кімнен кем деген сұрақ туындайды. Ешкімнен де кем емес. Мәселе, оларға қойылатын талап қандай, оларға бөлінетін қаржы қандай. Осы екеуі шешеді бәрін. Біздегі рас телевидение саласы бұл кешенді жұмыс қой. Сондықтан да, мысалы, бір бағдарлама ашу үшін, бір тың пішін, тың форма табу үшін, оған бірнеше әртүрлі саланың мамандар жұмыс істеу керек. Жарықтан бастап, киім, сонан кейін монтажерлар, бәрі, операторлар бәрі бөлек-бөлек жұмыс істеу керек. Ол өзі бір кешенді жұмыс болғандықтан, шетелден дайын форманы ала салатын себебі, ол жерде бәрі жазылған. Кім не істеу керек, қалай тұру керек, жарық қалай қойылу керек, студияның несі, монтировкасы қалай жасалу керек. Соған дейін бәрі жазылған. Сол дайын нәрсені алып қоя салады, болды, сонымен. Ал тың дүние жасау үшін, тың форма табу үшін іздену керек. Жаңағының бәрін қайттан жасап шығу. Оған ешкім ізденіп отырғысы келмейді. Екіншіден, ондай ізденіске қаржы керек. Бізде телевизия саласында бөлінетін қаржы тым аз болғандықтан, біздегі мамандар оған қатты ізденіп бас қатырып жатпайды. Сондықтан тың формалардың бізде болмайтын себебі содан. Қазір сізге бір өлең жолдарын оқып берейін, сосын бір сұрағым бар соған байланысты. 91 деген топ білетін шығарсыз. 91 тобы деген қазір. Иә, ондай бір деген естідім. Плоу үңгір, тез-тез кір-кір, пыр. Біз барда шоу-бизнес тірі біл, абайла жатса тілім. Еу, кет, демал, дігідік, тігіліп қал, мә, ортан терек. Осындай сөздер жазып, сахнаға алып шығып жатыр. Бұл туралы ойым, мен шынымды айтайын, осы түсінбейді екен. Осы 91 деген топты айтып, өздері шулап жатыр. Ол бар ғой. Біздің қоғам тудырған қарапайым ғана. Сол сияқты қанша әншілер туып жатыр ғой. Қанша топтар құрылып жатыр, иә. Бірақ ананы ерекше бөліп алып, біздің қоғам өзімен өзі көрсетіп отыр. Өздері жарнама жасап отыр. Неге біздің қоғам туғызған дүние ол? Шетелге еліктегіш, өзіндік дүниелерді қалыптастырудан гөрі басқа бір әлем дүниеге бейім біздің қоғамның бірден бір туындысы, басқа түк емес. Ондайлар әлі мыңдап туады. Сондықтан соған бола сонша біздің қазақ жігіттері мен қыздардың алашапқын болып атқаны, соны қудалап атқаны мен өзім онша түсінбеймін, шынымды айтайын. Ол немене, ол қанша топ құрылып жатыр, соның біреуі ғой. Ол қараңызшы, жер мәселесіне неге сөйтіп шуылдамайды? Тіл мәселесіне неге біздің жастар сөйтіп шуылдамайды? Ұлттық дүниелерін жоғалып баратқаннан неге сөйтіп шуылдамайды? Қараңызшы, не болсыншы? Жүре берсін, әлем бұл. Жүреді, кетеді. Тағы біреу пайда болады, жүреді, кетеді. Жақсы, мен мынаны неге оқыдым? Бұл сөз текст былай қояйық та, енді телевизияға қайтадан көшсек. Телевизия ұлттық арна делік. Ұлттық арна жұрттың айнасы. Халыққа бағдар көрсетті. Сол бағдарламадан осы кісілердің жаңа жобасы ашылды. Неге? Тур осы сөздерімен бәленбай жас келді, тур осы өлеңді оқып берді. Сонда ұлттық арнамыздан сондай көрсетілген бұл рухани жаңғыру ма, әлде басқа қаңғыру ма? Жаңа айтып отырмын ғой. Біздің қоғамдағы еш нәрсе біздің қоғамнан тыс бола алмайды. Оны қоғам тудырып отыр. Солай ғой. Яғни біздің жастарымыздың соған деген несі бар. Жалпы өзі қоғам дегеніміз біздің қоғамды қарашы. Біздің қоғам қандай деген сұрақ қояйық. 40 рудан тұратын, 40 түрлі ұлттан тұратын,
40 түрлі идеологияны ұстанатын, қаржы өндірістік топтары бар, діни топтары бар, шығыстықтар бар, батыстықтар бар, ұлтшылдар бар. Иә? Міне, біздің қоғам осындай. Ал осы қоғамнан небір нәрселерді күтуге болады ғой. Сол қоғам тудырып отырған нәрселердің біреуі, басқа түкте жоқ. Оны біреуіміз кеп оған қолдаймыз, екіншіміз қарсы шығамыз, сөйтіп ию боламыз да жатамыз. А бұл шынында да қоғам. Үлкен қоғам бұл. Қоғамда бәрі болады. Болу керек. Біздің әрине телевизияны сынайтындай дәрежеміз жоқ. Дегенмен жұртқа ойын күлкіден қарағанда ой салар нәрселер көп керек. Ұлттық арнадан атап беріңізші. Я болмаса кез келген арнаны. Мен қазір әлде бір арнайы бір сынайын деп, оларды мінейін деп отырған жоқпын. Өйткені ол арналарды мен асырап отырған жоқпын. Ол арналардың концепциясын мен жасаған жоқпын. Жаңағы қоғамға, жаңа 40 рудан құралған біздің қоғамға қызмет етіп отырған арналар бәрі. Сол қоғамда өзіндік орны бар. Ұқтыңыз ба? Сондықтан мен бірде-бір телеарнаны мынасы дұрыс, мынасы қате деп сынауға мен қақым жоқ деп есептеймін. Неге десеңіз, олар қараңызшы, олар сол ұмтылыспен, сол жолмен ақша тауып отыр. Сол ұмтылыспен бәсекеде отыр. Сол іспенен жарнама жасап отыр. Солай ғой. Олай болатын болса, оларды өз орындарын өздері тауып отыр. Біреуіміз оны сынаймыз, біреуіміз мақтаймыз. Бәрібір сол жұмыстарын жасай береді олар. Жақсы, телевизиядан ауыссақ, министрлер көп ауысты соңғы кездері. Ендігі сұрақ, мектебіміз сынақ алаңына айналған жоқ па? Мектеп? Иә. Көптеген өзгерістер енді ғой. Мектеп сынақ алаңына айналды. Бұл біздің трагедиямыз, шын айтайын. Бұл қасіретіміз. Өйткені негізгі барлық ұлттың іргетасын қалайтын сол мектеп. Әрберден соң мектептегі елдегі патриоттардың көп болуы мектептен алатын білімнің негізіне байланысты. Бізде қазір көбінесе неғұрлым біздің мектеп бітірушілер ертең бәсекеге қабілетті болу керек. Әлемде қай елге барса да мықты жұмыс істеп кете алатын болу керек. Алақан жайып отырмайтын болу керек. Сол концепцияға жұмыс істеп жатыр, сол мағынаға. Ол жаман деп айтпаймын. Бірақ біз мектеп патриотизмнің, отан сүйгіштіктің, елжандылықтың ұясы екенін ұмытып кеттік. Мәселе осында. Ең алдымен біз біздің жастарды бәсекеге қабілетті болсын деген мағынаға ауысып кеттік. Бірақ ертең елді кім қорғайды, елді кім асырайды, осы елді кім ұстап тұрады деген мәселеге бас қатырып жатқан жоқпыз. Мәселе осында. Сондықтан мектеп шынында да қазір түсініксіз дүниеге айналды. Негізді білімдер бар ғой, фундаментальный дейміз ғой. Содан гөрі мына заманауи технология, заманауи нарық жүйесі, мына осыған бейім болсын деген дүниелер жасалып жатыр. Сондықтан мен білмеймін, ертең бізге қайсысы қажет болады? Аса білімді әлемдік деңгейдегі мамандар ма, әлде нағыз осы елге тірек болатын, сүйеніш болатын ұлт жанды, ел жанды азаматтар ма деген мәселеге келген кезде мен нақты осы сұраққа жауап беремін.
әліпбиді ауыстыру Астананы ауыстырғаннан қиын емес. Көз қорқақ қол батыр деген бар. Неге көп жұрт осы латын әліпбиіне көшуден қорқады? Бұл туралы тіпті Шаханов ағамыз да қарсы шыққан. Қорқыныш неде? Қорқыныш, бірінші қорқыныш менің ойымша, енді осы біз кеңестік жүйеде 70 жыл болдық қой, иә? Сонда 70 жылда біраз ұлттық құндылықтар жасалды. Шынында да жасалды. Жоққа шығарып қоймайды. Қай салада болмасын. Соның бәрі осы кириллицада жасалды, көбісі. Енді қараңызшы, біз латын қарпіне көшкен кезде жаңа құндылықтардың бәрі жоғалып кететіндей көрінеді бізге. Біз соған, қазірде соған сүйеніп сөйлеп отырмыз. Қазірде соған сүйеніп өмір сүріп отырмыз. Әдебиет, мәдениет, өнер қай салада болмасын, құндылықтардың бәрі, бізді ұлт жасаған құндылықтарды бәрі, сол кириллицада жасалды. Енді латынға көшкен кезде анадан айырылып қалатын сияқты болып көрінеміз. Бірінші қорқыныш осы. Екінші қорқыныш біздің қарапайым жалқаулығымызда. Біз қазақ өзі кішкене еріншектеу халықпыз ғой. Өзіңіз ойлаңызшы, латиница бәр нәрсенің бәрін латынды, мысалы мен 50-ден асқан кезде латын қарпін қайтадан бірінші сыныптың оқушысы ұқсап меңгеруім керек. Мойным жар бере ме менің осы? Жоқ. Мойным жар бермейді. Оның үстіне жаңа құндылықтардың бәрін енді латын қарпіне қарай аудару керек. Енді латын қарпіне көшкені мәселе қаріпте ғана емес. Мәселе біз қаріпті алғаннан кейін бүкіл таным құндылықтардың бәрі қайта жасалу керек. Бұрын кириллица арқылы, орыс мәдениеті арқылы бізге сыздықтап келіп отырды. Біз соның негізінде жасадық бәрі. Енді олай келмейді. Енді біз әлемнен тікелей алуымыз керек болады. Біз қабылдай аламыз ба? Бізде сүзгі бар ма? Бізде мына жерімізде соны қабылдай алатын, содан негізді дүние жасай алатындай бізде ғылым бар ма? Білім бар ма? Вот мәселе қайда жатыр. Көрдіңіз бе? Осы қорқыныштың біреуі. Латынның осы сүзгі сияқты көптеген әдебиетіміз, мәдениетіміз иә. Вот көрдіңіз бе? Сондықтан біраз дүниеден айырылып қалайық деп отырмыз, бірақ әрине тың дүние жасау үшін біраз құрбандықтарға баруға тура келеді, онсыз болмайды. Еш уақытта басқаша болған емес. Бәрін қайттан жасау керек. Бәрін. Біз жалпы, біз әлі орыс тілінің шылауынан көп уақытқа дейін шыға алмайтын сияқтымыз. Осы латын тіл көмектесті сияқты. Көп нәрсе. Көреміз енді, ол қалай болатынын. Біз әлі зерттеуіміз керек. Біз өзі қазақ тілінде дұрыстап оңдырып біліп атқан жоқпыз. Қиындық сонда. Біз қазақ тілінің өзін бір қалыпқа түсіріп алған жоқпыз. Бір сөздің өзін, бір сөздің қарапайым. Иә? 3 түрлі, 4 түрлі айтамыз. Әлі бір жүйеге түспеген. Сондықтан тек қана біз латын бізді көп нәрседен құтқарады деп қараудың қажеті жоқ. Жеңілдетеді деп. Латын бізге қиындатады. Бірақ есесіне біз негіздеп тұп қайта жасаймыз. Міне қайта жатырмыз. Біз қайтып бұзылмайтындай, бұрынғыдай басқа біреудің ықпалымен емес, орыстың ықпалымен емес. Енді өзіміздің таза саналық тұрғыдан, парасат тұрғысынан, білім тұрғысынан өзіміз қайттан жасап алуымыз керек болады. Рас, сондықтан қазақ тілін біз көп нәрсені расында да дұрыс аударған жоқпыз. Аударып та жүрген жоқпыз. Көп нәрсені. Біз қазақи түсінік тұрғысынан, біз өзі қазақи түсінік деген, бізге өзі қазақ тану деген ғылым керек қазір. Қазақ тану деген ғылым керек. Өйткені біз қазақтың философиясы қандай екенін бүкіл әлемдікін білеміз, өзіміздікін білмейміз.
Біздің дүниетанымымыз қалай? Мысалы, қиял ғажайып ертегілерін оқып көріңіз, жырдастандарды оқып көріңіз. Оларда ол жердегі философия мүлде басқа. Иә? Ана, Кербұлатты Кендебайды оқып көріңіз. Ертөстікті оқыңызшы қарапайым ғана. Міне, философия қайда жатыр? Философия дегеніміз дүниенің, әлемнің жаратылысын тану туралы ілім. Біз сол ілімді өзіміз қазақи тұрғыдан әлі дұрыстап жасаған жоқпыз. Біресе біз Әл-Фараби болып кетеміз, біресе Абай болып кетеміз, біресе тағы біреу болып кетеміз, біресе Гегель, біресе Фейербах, біресе Аристотель болып кетеміз да, Софокл. А бірақ қазақтың таза. Мысалы қараңыз, неге қазақ бала туғанда 40-нан шығарады, адам өлгенде 40-ын өткізеді? Неге? Философиялық тұрғыдан түсіндіріп берсе, әлем тұрғысынан, таным тұрғысынан. Ешкім түсіндіріп бере алмайды. Бірақ біз соны істегіміз келеді, қазақ бол дейміз. Қазақ болудың программасы осы кодтарды шешу керек. Осыларды түсіндіру керек. Ол қараптан қара емес, ол әлемнің жаратылысына байланысты қазақтың өте ертеден қалыптасып келетқан ұғым, білімі. Неге десеңіз, бала 40-нан туған деген, бала 40 күнге дейін бала періште болады. Бала адам болмайды әлі. Баланың жаны кеудесіне қонбайды 40 күнге дейін. Үш әлемді айналып жүреді дейді. Үш әлем қайда бар? Үш әлем ертөстікте бар, Кербұлатты Кендебайда бар. Қиял ғажайып ертегілерінде бар. Үш әлем деген не екен, соның ішінде жазылып тұр. Міне мен 40 күнді осылай түсіндірем. 40 күннен кейін баланың көзі тоқтайды. Адамға тура қарайды. Адам қозғалса бірге қозғалады. Ол адам болды. Жаны 40 күнге дейін бүйтіп айналып жүрді, 40 күнде кеудесіне келіп тоқтады. Бала періште емес енді, адам. Сондықтан қазақ 40 күнге дейін бала о дүниелік болып кетсе, шетінеп кетті дейді. Одан кейін қайтыс болды. Міне, көрдіңіз бе? Адамның 40-ын беруде қайтыс болғаннан. Тура осындай философия. Мен бүкіл қазақтың осыны түсініп алған кезде ғана біз қазақ болудың, біз сонда біз әлемнің, дүниенің латын қарпінде бізге латын оқыту үшін латын бізді оқытуға келмеу керек. Біз латынды әлемге қарым-қатынас құрал ретінде пайдалануға керек бізге. Әлемге шығатын терезе бізге латын. Латын бізді оқытуға емес. Латын бізді үйретуге келмеу керек. Бізге әлемге шығатын терезе ретінде ашылу керек. Мәселе осында. Міне көрдіңіз бе? Міне, ал біз осылай қазақ тану ғылымын ашып алмай, біз әлемге толыққанды әріптес ретінде, әлемдегі елдермен әріптес ретінде қатар тұра алмаймыз. Өйткені олардың философиясы бәрі ашық, шешілген. Кез келген адам ол елге барып сол ұлттың азаматы болам десе, еніп кете береді. Неге десең, ол философиясын қабылдап алады. Біздің қазақтың философиясын қабылдап ала алмайды. Өйткені біздің қазақтың философиясы қандай екен өзіміз де білмейміз. Жүйеленбеген. Бірақ біз сонымен өмір сүреміз. Біздің салт дәстүріміз сол философияның негізінде қалыптасқан. Иә? Неге тұсау кеседі? Танымдық негіздері қандай? Ол адамның жаратылысымен, аспанмен қандай қатысы бар? Баланың неге тұсауын кеседі? Мінекей, көрдіңіз бе? Үстіп айта берсем көп. Міне көрдіңіз бе? Міне, егер біз осыны шешіп алмасақ, біз қазақ тілін еш жоқта түсінбейміз. Қазақ тілі осы философияның кілті. Мына қараңыз. Жаз шыға ма, келе ме, түсе ме? Қыс келе ме, түсе ме? Қараңыз, неге осылай? Не болмаса мынандай сұрақ қояйын. Неге аяз сынады, ыстық неге қайтады? Неге ыстық қайту керек? Неге аяз сыну керек? Айтыңызшы. Аяз қатты нәрсе болғандықтан сынады ғой.
Олай болса, ал енді ғалымдардың жаңалығын айтайын. Қатты аязда ауа, мына ауа, кристалданады. Кристалданады. Ана терезені қырау басатын себебі содан. Аяз қайтқан кезде, аяз сынды дейтін себебі кристалл сынады. Аяз қайтады. Міне. Ал ыстық қайтты дейтін себебі қазақтың. Мынау дүниенің бәрі электрондардан тұрады. Мынау біз қазір электрондардың ішінде отырмыз. Е? Қараңыз. Аяз, күн қызған кезде күннің сәулесі, мына электрондар бар мына жүрген, осы электрондардың бәрін қыздырады. Сол кезде электрондардың әрқайсының өзінің орындары бар ғой. Мына ауадағы біздегі денеміздегі, осы электрондар орындарында тыпырлап секіре бастайды. Қозғалып кетеді электрондардың бәрі да ауада. Сонда да басымыз біздің гәңгірлеп қалады. Қараңыз, сол ыстық қайтты дейтін себебі салқын түседі ғой. Салқын келген кезде жаңағы электрондар орындарына қайтып келеді, қайта түседі. Орындардан шығып кетеді ғой бәрі. Ыстық қайтты дейтін себебі электрондар орнына қайтып келді деген сөз. Міне, қазақтың тілінде бүкіл ғылым бар, физика бар, химия бар, биология бар. Біздің тілде қазақтың кереметтігі көшпенді халық қой. Дүниенің сырын, тылсымын бәрін көшпенді халық әбден шешіп қойған кезінде, биологиясында, химиясында бәрін шешкен. Бірақ көшпенді халық оның бәрін өзімен бірге алып жүре алмайды ғой, ғылымын. Сондықтан тілге сап қойған. Өйткені тіл жоғалмайды ғой, өзімен бірге жүреді. Ұрпаққа беруге ыңғайлы. Міне, сондықтан ұрпаққа береді. Міне, көрдіңіз бе? Ұлттық код дегеніміз осы. Ұлттық код шешу дегеніміз қазақ тілінің тылсымын, құпияларын ашу керек. Сол кезде жаңағы сіз айтқан терминдер дұрыс аударылмаған деген дүниенің мағынасын тауып аламыз. Қолма-қол. Өйткені бүкіл ғылым қазақ тілінің ішінде тұр. Қазақта неге 700 мың сөз бар, басқаларда 15 мың сөз бар. Бүкіл ғылымның терминдер қазақ тілінің ішінде тұр ғой. Біз оны өзіміз білмей жүрміз. Міне бір қарапайым ғана мысал айтайын. Қытайдың қазақтары, мына датчик дейді ғой біз, неде? Моторда тұратын, бакта тұрады, бензинде есептейді, майда есептейді. Соны Қытайдың қазақтары сағат деп алған. Май сағат, су сағат дейді. Қандай дұрыс, керемет қой. Біз соны датчикті басына, ал былай қарап отырсақ өлшеп тұратын дүние ғой. Май сағат, су сағат. Міне, біз әге терминдерді дұрыс аудармағанымыздың бірден бір себебі осы. Біз өзіміз, біздің тіліміздің мүмкіндіктерін өзіміз білмегеннен кейін жоқ жерден сөз жасаймыз. Сонан кейін онымыз қате болып шығады. Сонан кейін отырғанымыз өз сөзімізді өзіміз түсінбей. Осыны халыққа таныту үшін не істеу керек? Өзіңіздің тағы бір сөзіңіз бар ғой. Журналистер одағына Баян Есентаева келсе, керісінше жақсы деген сияқты. Жоқ, мен былай деп айттым. Баян Есентаеваны жазушылар одағы мүшелікке қабылдаса, ұтылмайды деп жаздым. Көрдіңіз бе? Мен ұтылмайды деп айттым. Оған жазушылар одағының ешқандай қатысы жоқ. Мен ұтылмайды деп жаздым да. Егер Баян Есентаеваның бүгінгі заманауи әдістермен жұмыс істеуі, біз заманға бейімделуге өте енжар халықпыз да. Мысалы, қазір қай жазушының әдеби агенті бар деп білесіз? Қайсылары өздерінің кітаптарын тура Баян Есентаеваға ұқсап пиар жасап жатыр, жарнамалап жатыр? Қайсысы? Бізде кітап жазып тастайды, сосын мемлекет бізді гонорар берсін дейді. Латынға байланысты болсын пиар керек деп ойлайсыз ба? Бәрі керек. Заманауи әдіс тәсілдің бәрі меңгеру керек. Ол жеңілдетеді біздің жұмысымызды. Мына интернеттен қорқудың қажеті жоқ. Интернетті біз бәрі зәре үшін қорқады ғой, біразы. Қайта интернетті меңгеріп алсаң бар ғой, жаңағы айтып отырған идеяларға жұмыс істеуге мүмкіндік көбірек ашылады.
Қол жетімді дүние көп болады. Елмен тез байланысасың. Құрал ғой интернет. Осы сен тіліңді жоқ қылайын деп отырған жоқ. Егер сен дұрыс пайдалансаң, тіліңді өсірейін деп тұр интернет. Ол құрал. Тіл құрал. Жақсы. Бұрынғы қазақ пен қазір қазақ басқаша дедік. Жарлысымен бай тең, жалысымен тай тең. Тәңірден ғана қорыққан кезіндегі қазақ пен бүгінгі қазақ салыстыруға келмейді. Неге? Кешіріңіз, мен сізбен келісе алмаймын. Бұрынғы қазақ, қазір қазақ. Бірдей екен. Түкті айырмашылық жоқ. Біз өткен тарихымызды ауызша қабылдап алғанбыз. Соны әспеттеуге, соны мақтауға, сонымен мақтануға құмармыз. Сондықтан біз оның кемшіліктерін бәрін ұмытып кеттік. Әйтпесе ақтан берді күңіренер ме еді? Доспанбет күңіренер ме еді? Бұқар жырау күңіренер ме еді әйтпесе? Солардың қайсысы қазақты кереметтік мақтап отыр? Күңіренеді ғой, абай да күңіренеді. Қайсысы сонда біздің? Қазір қазақ немен олардан асып кетіп отыр ма екен? Әлемнің байлығын қолымызда ұстап отырған отырысымыз мынау. Кейін кезінде қазақта сондай болды. Күңіренді ғой бәрі. Жеріміз талай-талай ат тұяғы мен қорғай алмай жерлеріміздің бәрі кеткен жоқ па. Әйтпесе неге бодан болдық біз? Кезінде қазақ мықты болса. Неге бодан болдық, айтыңыз? Неге біздің шекарамызды, Қытайменен шекарамызды Ресей белгілеп берді? Ресей бекітіп берді. Неге? Яғни біз мықты болмағанбыз. Ренжіме? Ренжіме? Шындық осы. Неге оның аз ғана әскері келеді да, Ермактың 1001 адамы келеді да, бәрін өтіп кетеді? Неге біз бүкіл қанша үлкен ел болып тұрып, неге біз соны тоқтатамаймыз? Айтыңызшы маған. Неге Черняевтің отряды келіп өтіп кетеді? Бір зеңбіректе ғана ма мәселе? Жоқ. Бір зеңбіректе ғана емес. Бізде бірліктің болмағанында. Ру болып отырғанымызда әр жерде. Ана жерде не болып отырғанын ешкім білмейді. Ол рудың ішіндегі шаруа. Бірақ екеуі қақтықса соғысады. Бір құдыққа таласады, бір бұлаққа таласады. Сырттан әскер келіп жатса, зеңбірекпен. Оған қарсы. Осы жердағы қазақтың бірігу үшін, мысалы, Түркменстанда бала туылған кезде ат қоятын мынандай бөлек есімдер береді екен. Осы аттарды қоясың, осының ішінде өңірінен шықпайсың деп. Одан кейін сол аттардан ғана қояды. Ал мына Үндістанда ол сөз ұят жоқ дейді, дәретхана жоқ, кез келген жерде жүре берген жасайтын қызметін жасап. Одан кейін унитаз дейміз ғой, жасап берді. Оған небір актрисалардың суреттерін қойды. Одан кейін халық солай үйрене бастады. Ал Қытайда монша келген адам қонақ үйге бармайды, лас деп айтады. Бірден моншаға барады. Сол жерінде жағдай жасалған дейді. Ал қазақтың осы бірлікке үйрету үшін қандай тәсіл қолданса болады? Алдымен қазақты бірлікке шақыру үшін бірінші жаңағы ұлттық философияны қалыптастыру керек. Сол кезде қазақ түсінеді. Батыстың қазағы мен шығыстың қазағы, оңтүстіктің солтүстіктің қазағы бір-бірінен ешқандай айырмашылығы жоқ екенін түсінеді. Алдымен философияны қалыптастырып алуымыз керек. Ұлттық философияны да соны түсіндіріп алу. Сол кезде ол қазір дейді, оңтүстіктің адамы мен солтүстіктің адамы, бізде былай ғой, сіздер олай екен ғой. Ол беткі формасы ғана, түп мағынасы бүкіл қазаққа ортақ бірақ нәрсе. Ұқтыңыз ба? Сондықтан бірінші қазақтың бірлігін сақтау үшін рулық жүйеден бас тарту керек. Рулық жүйеден бас тарту керек. Біздің кезіндегі бодан болу себебіміз рулық жүйеде жатыр. Әр ру өзінің жері бар,
өзінің басшысы бар, өзінің салт дәстүрі бар. Әр ру бір мемлекет сияқты да. Қарап отырсаң, өз әскері бар. Әскер дегеніміз, рудың жігіттері әскер ғой дайын. Рудың малы экономика. Міне, осы бізді құртқан. Ана жақта не болып отыр? Үй болса болып отқан шығар бірдеңесі. Тек ақта әбден қырылатын кезде ғана басын қосып қазақпыз деп шығады да, артынан қырылса кетеді бір-бірімен. Бітті. Мінекей, кез келген ұлы мемлекетті қарап отырсаңыз, оларда рулық жүйе жоқ. Бір ұлттың мемлекеті ғана ұлы бола алады. Мына, мысалы, қазір өзбектерді қараңыз, оларда рулық жүйе жоқ қой. Соның арқасында барлық жақын, өздеріне жақын келеді-ау деген ұлттың бәрін бауырына басып жатыр. 50 жылдан кейін ана ұлттар, басқа ұлттың өкілдері өздерінің басқа екенін ұмытады, түгел өзбек болады. Заңдылық, мемлекеттік идеология солай жұмыс істейді, бітті. Мынаны миды шайып тазалайды, бітті. Кезінде орыстардың ұлы мемлекет болып кетуі солай. Соның арқасы, ана жерде Ресей, Мәскеу, Чуд көлінің маңы, Рязань, сол жерде 40 түрлі ұлт болды. Кішкентай ұлттар. Соның бәрін бауырына қосып алды. Діннің арқасында. Православие діннің арқасында. Мына казак орыстар дейміз ғой. Казак орыстар деген біздің туысқандар мысалы. Шоқынған. Біздің туыстар шоқынған. Көрдің бе? Олар орыс болып кетті. Діннің арқасында. Мінекей. А бізге қазақты ортақ қылу үшін ортақ философия керек. Дінді де басқанды бәрін қосатын. Ол бар бізде. Біз соның арқасында ұлт болып отырмыз қазір. Бірақ соны жүйелеп, негіздеп беретін ғылым жоқ болды. Жақсыға, бағдарламамыздың тұрақты сұрақтарына көшсек. Өзіңізді екі ауыз сөзбен кім деп суреттейсіз? Екі ауыз сөзбен? Екі ауыз сөзбен. Азаматпын деп. Азамат теледидардан не көреді? Азамат теледидардан не көреді? Мен теледидар көрмеймін ғой. Сонда жүрем дейсіз. Көрмеймін теледидар. Азамат өзінің бір күнін қалай өткізеді? Бір күнін ыңғайы келсе, енді ол жұмысқа байланысты, мен 2 жерде жұмыс істеймін. Сондықтан шыргөбелек айналып жүргенде күнің қалай өтіп кеткенін білмей қаласыз. Сізге қазақтың қай қасиетін ұнайды? Қазақтың жарқындығы ұнайды. Ал қазаққа не жетіспейді? Қазаққа сабыр жетіспейді. Сізге не жетіспейді? Маған білім жетіспейді. Ендігі сұрақтарға иә немесе жоқ деп ғана жауап беріңіз. Өзіңізге жиі есеп бересіз бе? Мүмкіндігінше. Шындықтан қорқасыз ба? Жоқ. Шындықпен қорқытасыз ба? Болады. Зереуге ішіңіз пысуға уақыт бар ма? Бар. Мақтағанды жақсы көресіз бе? Кейде. Ал мақтағанды ше? Кейде. Әлі күнге ұялатын істеріңіз бар ма? Болады. Ал өлімнен ше қорқасыз ба? Қорқпайтын адам жоқ. Ал азамат өмірде қаншалықты шынайы? Мүмкіндігінше, барынша шынайы болуға тырысамын. Өмірде көп өтірік айтқан сәттеріңіз бар ма? Және осы бағдарламада қаншалықты шынайы болдыңыз? Осы бағдарламада мен 99% шынайы болдым деп есептеймін. Бірақ енді өтірік айтатын сәттер болады. Кейде шындықтан қан шығып кетпеу үшін, кейде ешкімге зияны жоқ, кейде бір өтіріктер қажет болады шығар деп ойлаймын. Кішігірім. Жақсы, Серік аға, бүгін келіп бізге қонақ болып сұхбат бергеніңізге көптен көп алғыс. Сынағы көп өмірде таймай дәулетті болайық.